Қайырлы күн. Бүгінгі тақырыбымыз дыбыс және әріп. Тілдің дыбыстау мүшелері арқылы айтылып, құлақпен естілетін үн дыбыс деп аталады. Дыбысты біз айтамыз және естиміз. Сөздің айтылуымен қатар жазылуы да бар. Сондықтан дыбыстар белгілі таңбамен белгіленеді. Әр дыбысқа берілген таңба әріп деп аталады. Әріптердің қалыптасқан атаулары бар. Оларды есте сақтау оңай болу үшін әріптер белгілі бір жүйеге келтірілген. Оны алфавит деп атайды. Қазақ тіліндегі алфавитте 42 әріп бар. Оны мына тұрған кестеден көре аласыздар. Қазақ тілінде дыбыстар екіге бөлінеді: дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. Дауысты және дауыссыз дыбыстарға келесі сабақта арнайы тоқталатын боламыз.